Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазіргі таңдағы өте танымал десерттердің бірі Сан-Себастьян испанский чизкейк даярлаймыз. Чизкейк үшін бізге 700 грамм творожный сыр, 150 грамм қант, 4 дана жұмыртқа, 30 грамм жүгері крахмалы, 1 ас қасық лимон шырыны, 300 грамм 33%-дан жоғары сливке қажет. Алдымен үй температурасында творожный сырға қанттың барлығын қосып, оны миксердің баяу жылдамдығымен араластырамыз. Творожный сыр мен қант жақсылап араласып, барлығы біркелкі массаға айналуы қажет. Келесі кезекте осы массамызға жұмыртқаларды біртіндеп отырып қосамыз. Бір жұмыртқаны қосамыз, содан соң миксермен баяу жылдамдықта біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Жұмыртқамызды әбден араластырып болған соң, артынан екінші жұмыртқамызды қосамыз. Оны да миксермен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Осылайша барлық жұмыртқаларымызды біртіндеп отырып қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте осы массамызға 1 ас қасық лимон шырыны және 30 грамм жүгері крахмалын қосып, барлығын миксермен тағы да біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Негізінен осындай әртүрлі торттар мен десерттерді даярлаған уақытта міндетті түрде жүгері крахмалын қолданыңыздар. Картоп крахмалын қолданатын болсаңыз, оның дәмі десерттеріңізге беріледі. Соңында 33%-дан жоғары сливкиді қосып, барлығы біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Диаметрі 20 см формаға пергамент қағазын төсейміз. Негізінен осы чизкейкке міндетті түрде пергамент қағазын қолданған дұрыс. Егер бар болған жағдайда силиконизированный пергамент қағазын қолданыңыздар. Алдымен пергамент қағазын қолымызбен жақсылап мыжып аламыз, содан соң оны жақсылап осы форманың ішіне орналастырамыз. Дәл осы уақытта менде пергамент қағазы болмағандықтан мен тефлоновый коврикті қолдандым. Астына ағып кетпесін деп фольганы қолдандым. Сіздер міндетті түрде пергамент қағазын қолданыңыздар, себебі оны қолданған өте ыңғайлы. Тефлоновый коврик өз формасын ұстамағандықтан оны қолдану ыңғайсыздау. Чизкейкті дайындап алған формамызға құямыз. Чизкейкті өте жоғары градуста пісіреміз. 220-230 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минут пісіреміз. Бұл десерттің ерекшелігі, оның беті қызарып пісуі қажет. Чизкейкті пештен жаңа шығарып, оны қозғалтар болсақ, ол былқылдап тұрады. Чизкейкті толығымен суытамыз, толығымен суығаннан соң, оны формадан шешпей, бір түнге холодильникте қалдырамыз. Сонда чизкейк өз формасын өте жақсы ұстайды. Холодильниктен шығарып, оны кесіп, дастарханға ұсынсаңыз болады. Чизкейкті балқытылған шоколадпен ұсынсаңыз, ол ерекше дәмді шығады. Ол үшін майлылығы 33%-дан жоғары сливкимен шоколадтың көлемін бірге бір етіп алып, оны жақсылап араластырып, на водяной бане ерітеміз. Еріген шоколадты біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Ерітілген шоколадты чизкейктің бетіне құйып, қалауыңыз бойынша бетіне арахис сепсеңіз болады. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде бағаңызды беріп, құрбыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал мен өз каналымда тек қана ерекше тағамдардың, торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Сонда сіз жаңа рецепті жіберіп алмайсыз. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.